Сәлем достар, келесі ертегімді сіздерге ұсынамын. Тыңдап, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ақ боз ат. Баяғыда бір кедей адам өмір сүріпті. Мал дегенде жалғыз аты болыпты. Жейтін нанын, ішетін тамағын ақ боз атын жұмсап табады екен. Жалғыз атын жападан жалғыз айналмалы тас диірменге жегіпті. Ал ат байғұс күндіз түні диірменнің ауыр тасын талмай айналдыра беріпті. Өмірі бітпейтін бұл ауыр жұмыстан қажып, зықсы шыққан ат бір күні қожасына: «Ей, менің қайырымды қожам, басқа жұрт диірменнің тасын айналдыру үшін 2 ат жегеді. Сен мені қосаққа жекпей, неге ылғи жалғыз жегесің?» дейді. Диірменнің ауыр тасын айналдырам деп қабырғам қайысады, омыртқам майысады. Бірақ мен күндіз түні мүдірмей айналдыра берем. Сүйікті атым менің, дейді оған ат иесі. Мұның себебі өзінен өзі түсінікті. Менің саған серікке жегетін атым түгіл, үрерге итім де жоқ. Сонда ақбоз аттың үстіңгі ерні қыбырлап, астыңғы ерні жыбырлап, адамша тілге келіп: «Қырсықтың себебі осы ғана болса, маған ерік бер, мен серікті өзім тауып алайын» депті. Кедей байғұс атын сол замат босатып, өзінің қалаған жағына жіберіпті. Ақбоз ат алған бетімен жүре беріпті. Жол жүргенде мол жүріпті. Жүре күтпеген жерден бір түлкінің іні көзіне түсіпті. Ақбоз ат тұра қалып, осы іннің аузында өлген болып жата қалайын дейді де құлай кетеді. Бұл үнді 3 күшігімен қарт ана түлкі мекендейді екен. Ең кішкене күшік іннен тысқа шыққысы келіп, іннің шығар аузына келе қойса, сүйреп ағарып жатқан атқа көз түседі. Тыста қар жауған екен ғой деп, ініне қайтып кіріп кетеді. Күшік қайтып келіп анасына: «Ой, қазір тысқа шығуға болмайды, қар жауыпты» дейді. «Қандай қар?» деп қарт түлкі таңырқап қалады. «Уақыт әлі жаз емес пе? Сен үлкенсің ғой, барып қарап біліп келе қойшы» деп ана түлкі ортаншы күшігін жұмсайды. Ортаншы күшігі барып, іннің аузында жатқан ақ боз атты көреді. Ол да ізінше қайтып келіп анасына: «Расында да тысқа шығуға болмайды екен, қар жатыр» дейді. «Ол не қылған қар, жаз ортасында жауған» деп таңғалған ана түлкі: «Сен барып келші» деп ең үлкенін жұмсайды. «Сен кішілердей емес, бәрін көріп жүрсің ғой. Не нәрсе екен, анықтап білші» дейді. Ін аузына ең үлкені барады, бәрін көреді. Кішілерінің айтқанын бұл да айтып келеді. «Бала баланың ісі шала» дейді де ана түлкі өзі кетеді. Тысқа шығады, бәрін өз көзімен анықтап көреді. Тыстағы қар емес, қар деп жүргендері серейіп өліп жатқан ақ боз ат екен. Мұны қалай алыстап апарып тастауға болар екен деп түлкі ойланып қалады. Көмекке балаларын шақырады. Төртеулеп итеріп көреді, бірақ ат орнынан қозғалмайды. Қарт түлкі көп ойланып, басын ауыртып тұрмастан жүгіріп қасқыр досқа барады. «Қасеке, мен сізбен бізге біразға жететін ет тауып келіп тұрмын. Ет болғанда қандай ет? Өліп талып ініме дейін сүйретіп жеткізіп ем. Ініме кірерде емес, сиярда емес. Мен ойлап саған айтуды мақұл көрдім. Ал енді сол олжаны сенің апаныңа әкелейік. Мүмкін сенің апаныңа сияр ол. Бірге бөлісіп жерміз» дейді. Қасқыр досының сыйына ризалық білдіреді. Бірақ ішінен: «Ет менің апаныма келсінші бір, онан соң түлкінің аузына бір жапырақты тигізбеспін» деп ойлап қояды. Бұлар ат жатқан жерге келіп жетеді. Қасқыр күшінің жетер-жетпесіне сеніңкіремей ойланып: «Айлы ақылды түлкім, айлалы түлкім, әр уақытта пайдалы түлкім. Өзің айтшы, бұл ақ боз атты менің апаныма қалай жеткіземіз» дейді. Түлкі айла таппай ма? Аңғыртты алдап қақпай ма? Бұл оп-оңай. Мен ініме қалай әкелсем, сен де дәл солай апарасың. Мен құйрығыма құйрығын байладым да, өрді өр, сайды сай дегенім жоқ, көзді ашып жұмғанша алып келдім. Қандай жеңіл болды десеңізші. Ал енді құйрығыңа байлайық.
сонда үңгіріңе апару саған анағұрлым жеңіл болады. Түлкінің сөзіне сеніп қалған қасқыр: қалай тамаша болған, ал ендеше құйрығыма құйрығын мықтап байлап қой, деп көне кетеді. Байлауға да шешуге де шебер түлкі қасқырдың құйрығын аттың құйрығына мықтап байластырады. Енді 40 жыл қырғын болса да шешілмейді. Тарт қасекем, дейді түлкі. Қасқыр бар пәрменімен тартып береді. Бар күшін салып шірене тартқан сонша құйрығы құйымшағымен шым етіп үзіліп кете жаздайды. Бірақ Ақбозат орнынан қозғалмайды. Қасқыр одан сайын зорланып, одан сайын долданып тартады кеп. Күтпеген жерден Ақбозат орнынан атып тұрып ала жөнеледі. Ақбозат қасқырды алып ордан да өткізеді, сайдан да өткізеді. Жарға да соғады, төбеге де ұрады. Сүйреткеннен сүйретіп отырып иесіне алып келеді. Қожайын, ал мына олжаны, менің көмегім осы болар, дейді. Жалғыз атты жарлы шал қас қаққанша қасқырды алып соғып, терісін теспей сыдырып алады да ақша етеді. Ақшасына екінші ат сатып алады. Содан бастап Ақбозат ат диірменнің ауыр тасын жалғыз айналдырмайтын болыпты.